Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге хит болып жатқан трайфл милканы жасайтын боламыз. Мен сіздерге осы трайфлдың оригинальный рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіз. Керек заттар: 300 грамм ұн, 250 грамм қант, 3 ас қасық какао, 1 шай қасық қопсытқыш, 2 жұмыртқа, сүт, су және 100 мл сұйық май керек. Біздің трайфлымыз бірнеше қабаттан тұрады. Ең алдымен шоколадты қамырды дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны жарамыз. Үстіне қант қосамыз. Одан кейін миксермен жақсылап ақ пена пайда болғанға дейін араластырамыз. Мінекей осындай болу керек. Енді сүт құямыз және сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Енді ұнды електен міндетті түрде өткізу керек. Үстіне какао қосамыз және қопсытқышымызды қосамыз. Жақсылап біртекті масса пайда болғанға дейін араластырамыз. Ең соңында ыстық суымызды құйып жібереміз. Листке пергамент төсеміз, үстіне дайын болған массамызды құйып жайып шығамыз. Листтің формасы маңызды емес. Сізде қандай лист бар, соны қолдансаңыз болады. Пешке 180 градусқа 25 минутқа қоямыз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін 500 мл сливки, 400 грамм творожный сыр, 150 грамм сахарная пудра керек. Сливки міндетті түрде салқын болу керек және майлылығы 33%-дан кем болмау керек. Енді творожный сырды саламыз. Мен оған креметтен қолданамын. Қамырымыздың дайын болғанын шпажкамен тексеріп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Шпажканы салып көрген кезде жабыспайды. Сливки мен сырды біртекті масса шыққанға дейін араластырамыз. Одан кейін сахарная пудраны қосамыз. Мінекей біздің креміміз дайын, өте жұмсақ, нежный, және крем өте қатты қою болмау керек. Дайын болған шоколадты қамырымызды ыдысқа салып үгітеміз. Бізде бірінші қабатымыз осындай ұсақ болу керек. Енді оны трайфлға арналған ыдысқа саламыз және тегістеп шығамыз. Менде артылып қалды. Енді осындай пластик ыдысқа салып қойдым. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Енді прослойка жасаймыз. Ол үшін әртүрлі жеміс-жидектерді алсаңыз болады. Мен бананды аламын. Осылай тізіп шығамыз. Крем жағуға осындай кондитерский мешокты қолдансаңыз болады, бірақ ол міндетті емес. Лопаткамен жақсаңыз да болады. Міне кремді жағып шықтық. Енді глазурь дайындауға кірісеміз. Ал кеттік. Глазурьге керек заттар: 250 грамм шоколад, 150 грамм сүт немесе сливки. Сүтті алдын ала қайнатып аламыз. Қайнаған сүттің үстіне шоколадымызды саламыз. Шоколад осылай өзі еріп кетеді. Міне глазурь осылай шықты. Енді оны кремнің үстінен жағып шығамыз. Глазурь осылай қатайды. Енді декор жасайтын боламыз. Ол үшін осындай посыпкаларды қолданамыз. Осылай сеуіп шықтым. Сіз кез келген посыпка алсаңыз болады.
рецептін осылай мандаринмен әсемдеп шықтық. Мандариннің орнына клубника, ежевика, малина қолдансаңыз да болады. Бізде осындай өте жұмсақ, нәзік, қарасаң көз тоймайтын трайфлымыз дайын болды. Енді крышкамен жауып, холодильникке сақтап қоюға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз.